Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Мешітбай Абылайхан. Бүгін трейдингпен айналысатын адамдардың күнделікті өмірде қолданылатын платформалары мен инструменттері жайлы айтатын боламыз. Егер де сіз трейдингті енді бастап жатқан болсаңыз, немесе қандай платформаларды қолдану керек екенін білмесеңіз, тогда бұл видео сіз үшін өте пайдалы болады. Көп адам трейдинг деген сөзді естіген кезде сатып алу мен сатуды ғана ойлайды. На самом деле опытный трейдерлар өздерімен бірге күнделікті бірнеше платформаларды қатар қолданады. Алдымен сауда жасауға арналған платформалардан бастайық. Қазіргі уақытта криптотрейдерлардың арасында Binance, Bybit, OKX деген секілді платформалар өте танымал. Бұл платформаларда биткоин, эфириум және тағы да басқа көптеген криптовалюталарды сатып алуға немесе сатуға болады. Бұл жерде әр платформаның өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, Binance әлемдегі ең ірі криптобиржалардың бірі. Мұнда инструменттер өте көп. Жаңадан бастаған трейдерлер үшін де, кәсіби трейдерлер үшін де өте пайдалы платформа. Bybit соңғы жылдары өте қарқынды дамып келеді. Көптеген адамдар бұл платформаны ыңғайлы интерфейсі үшін және жылдам жұмысы үшін пайдаланады. Ал OKX платформасы функционал жағынан тоже өте мықты және көптеген қосымша сервистерді ұсынады. Егер сіз Forex нарығында жұмыс жасағыңыз келсе, онда ең танымал платформалардың бірі бізде MetaTrader 5. Бұл платформа арқылы сіз валютный параларды, индекстарды, алтынды және басқа да көптеген активтерді сауда жасасаңыз болады. Көптеген кәсіби трейдерлар осы платформаны пайдаланады, себебі аналитикалық мүмкіндіктері өте көп. Бірақ сауда жасау үшін платформа жеткіліксіз. Бізге ең бірінші графикқа, нарыққа анализ жасау керек. Анализ жасау үшін бізге осы жерде көмекке TradingView платформасы келеді. TradingView трейдерлар арасында ең танымал график платформаларының бірі. Мұнда нарыққа қарап, анализ жасап, түрлі индикаторлар мен инструменттерді осы жақта пайдалансаңыздар болады. Мысалы, профессионал трейдерлар ең бірінші сауда жасамастан бұрын TradingView-ға кіреді. Осы жақта нарықты қарап, анализ жасап нарыққа, бағаның қайда баратынын, қозғалыстың қалай болатынын анықтап, содан кейін ғана сделка ашуға шешім қабылдайды. Келесі маңызды құрал бізде Forex Factory. Көптеген трейдерлардың, жаңадан бастап жатқан трейдерлардың қателігі, олар тек қана графикті қарап анализ жасайды, но әлемде болып жатқан жаңалықтарды мүлдем бақыламайды. Бірақ бізде бір ғана экономикалық жаңалық бүкіл нарықты өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан кәсіби трейдерлар бізде не істейді? Кәсіби трейдерлар ең бірінші графикке қарап анализ жасап сделка ашпастан бұрын ең бірінші осы Forex Factory платформасына кіреді. Сол жақта бүкіл ақш-тың, Европаның және басқа да көптеген елдердің жаңалықтары осы жақта күнделікті шығып отырады. Сол жақтан жаңалықтарды полностью қарайды. Если маңызды жаңалықтар күтіліп тұрған болса, тогда ол күнді пропускать етеді, немесе кірген күннің өзінде өте аз рискпен кіреді. Ал енді көп адам мән бермейтін, бірақ маңызы өте жоғары инструмент туралы сөйлесейік, ол бізде Notion. Жалпы көп адам ойлайды, трейдингтегі басты мәселе ол стратегия деп. На самом деле ондай емес. Жалпы көп адам ақшасын стратегия болмағандықтан емес, тәртіп болмағандықтан жоғалтады. Notion жоспарлау және ақпарат сақтау платформасы. Көптеген трейдерлар осы жақта өзінің торговый журналын жүргізеді, и каждый детальді сіздер осы жаққа жазып тіркеп отырсаңыздар болады. Мысалы, сделкаға қай жерден кірдіңіздер, қай жерден шықтыңыз, не үшін кірдіңіз, қандай факторлармен кірдіңіз, соның барлығын осы жаққа жазып тіркеп отырасыздар. Уақыт өте келе статистикаңызды көрсеңіз болады. Сол статистикаға қарап, қай стратегия жақсы жұмыс жасайды, қай жерде көп қателіктер жібересіз, соның бәрін көріп, қатемен жұмыс жасасаңыз болады. Жалпы трейдингтегі табыстың ең басты нәрселері ол дұрыс психология мен тәртіп. Ал Notion платформасы сізге осы тәртіпті қоюға көмектеседі. Так, енді қысқаша қорытындылап кетейік. Трейдердің күнделікті қолданатын платформалары мынадай. Сауда жасау үшін Binance, Bybit, OKX және MetaTrader 5. Графикке қарап анализ жасау үшін бізде TradingView, экономикалық жаңалықтарды қарап бақылап көру үшін бізде Forex Factory және
торговый журналыңызды жүргізіп, тәртіп қойып, стратегияңызды қою үшін Notion платформасы. Және тағы да айта кететін нәрсе, егер сіз трейдингті енді бастап жатқан болсаңыз, бұл платформалардың барлығын бірден меңгеруге тырыспаңыз. Ең бірінші TradingView мен графикке анализ жасауды үйреніңіз, одан кейін барып Forex Factory'дан жаңалықтарды бақылап бастаңыз, содан кейін ғана уже саудаға жаймен көшсеңіз болады. Главное, рискті соблюдать етіңіз және жоғалтуға дайын емес ақшамен сауда жасамаңыз. Осымен бүгінгі сабақ бітті. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.